Бүгін біз достар тәжірибе жасамайын деп шештік. Неге екенін өздеріңіз түсінесіздер. Түсінетін шығарсыздар яғни. Біз оның орнына сенбі күнгі Оливер Твистті дүйсенбі, бейсенбі қатарын дүйсенбі, күндері түсіретін боламыз. Бүгін енді Оливер Твистті түсірейін деп шештік. Өткенде айтқанмын. Оливер Твист Сауербери мырзаның үйінде зардап шегеді. Сөйтіп, ол таң атысымен сол үйден артына қарамай кетіп қалады деп аяқтаған болатын. Ары қарай не болды дейтін шығарсыздар. Онда жақсылап тыңдаңыздар. Сөйтіп, Оливер Твист артынан қуғыншы жібере ма деп бұталардың арасына жасырынып қалады. Ол келе жатып жолда қараса, бір жазу тұрады таста. Лондонға дейін 70 миля деп тұрады. Сөйтіп, Оливер 7 күн жүреді. Сөйтіп, Оливер бір жерде отқанда оған бір жігіт келеді. Балақай, бұл жерде неге отсың дейді. Атың кім дейді. Оливер Твист. Мен Лондонға бара жатқам. 7 күннен бері жүрмін дейді. 7 күннен бері деп таңғалып қалады жаңағы жігіт. Жүр кеттік. Саған бірдеңе сатып әперейін дейді. Сөйтіп, Оливер Твистке тамақ сатып әпереді. Оливер сөйтіп өмірінде ең бірінші тойып тамақ жейді. Сөйтіп жаңағы жігіт айтады. Мен де Лондонға бара жатырмын дейді. Жаңағы Оливер өзінің атын айтады жігітке. Жігіт ел арасында епті қу деп атанып кеткен екен. Епті қу деген неге атап кеткен алдыңғы бөлімдерде түсінетін боласыздар достар. Сөйтіп, олар жаңағы бала бір-екі шалшықтан өтіп, бір үйге келеді. Жаңағы бала айтады, мен сені бұл үймен таныстырам, олар сені тегін тұрғыздырады дейді. Сөйтіп, есікті ашқанда бір пештің қасында бір қарт мына жақтарына сақал өсіп кеткен қарт адамды көреді. Оның қасында 4-5 төсек тұрады жайын. Сөйтіп, ол қарттың аты Феджин екен. Олармен тез танысып кетеді Оливер. Сөйтіп, бәрі тамақ ішіп отқанда Оливер ұйықтап кетеді. Феджин оны төсекке жатқызады. Жаңағы төсектердің біріне. Сөйтіп, Оливер азанда тұрса, Феджин кофе қайнатып отыр екен. Бір полдың астынан құнды заттарды алады. Сағат, алтын сағат, сондай сияқты заттар. Сөйтіп, Феджин Оливерді байқап қалып, сен қалай тұрып кеткенсің дейді. Кешіріңіз мені, сэр. Менің ұйқым ашылып кетті деп жауап береді жаңағы Оливер. Қымбаттым, сен түсінетін шығарсың. Бұл мен қартайғанда керек болады деп алып жүрген дейді. Сөйтіп, бәрі таңға ішіп отқанда
жаңағы епті қу деген бала бір баланы әкеледі. Феджин айтады: екеуіңде не бар дейді. Екі қалта орамалы мен екі кітап дейді. Жақсы, мынау тіптен жақсы дейді Феджин. Сөйтіп жаңағы епті қу қасында тұрған баланы Чарли Бейтс деп таныстырады. Сөйтіп сол күні бір қызықты ойын ойналады. Қарт адам алтынын, сағатын, сондайларын қалтасына салады. Епті қу жаңағы аяғынан басып кеткендей болады. Чарли Бейтс аяғынан басып кетеді жаңағы қарттың. Сөйтіп жаңағы Чарли Бейтс кешірім сұрап тұрғанда епті қу тез анау қарттың қалтасынан жаңағы құнды заттарын алып қаша жөнеледі. Оливер таңғалып қалады. Бұл ойын көп күн ойналады. Сөйтіп яғни жалғаса береді. Бұл не екенін түсініп тұрған шығарсыздар. Мен бұл ойынның не екенін айтпай-ақ. Ал осымен Лондон Оливердің баспанасы деген тақырыбымыз жабамыз яғни. Келесі тақырып Оливерге Феджиннің жұмысы белгілі болды деген тақырып болады. Яғни жаңа айттым. Сөйтіп жаңағы Оливерді сол ойынға үйрете бастайды. Жаңа айтып едім ғой, ойын ойнайды. Қарттың құнды заттарын алып кетеді. Сон Оливер Феджиннің не істеп жүргенін біледі. Келесі бөлімімізде. Видеоны ұнаса лайк басып каналға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сөйтіп енді ертең туған таң айдары болады. Екінші айдары болады. Комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Ағайын, сау болыңыздар.